Дармырк ұйымдастырылды. Тегін жәрмеңкенің басты шарты пайдаланбайтын заттарды алып келіп, орнына ұнағанын алып кету. Ерекше шараға қатысып айтқан әріптесін тарқатады. Дармарка сөзі орыстың дар благодарность, ярмарка сөздерінің қосындысынан шыққан. Яғни өзінің әр адам қажет емес затын әкеліп өткізіп, оған екінші өмір сыйлайтын алаң. Бүгінгі шараға мен де өзімнің үлесімді қосайын деп, қажетсіз заттарды алып келіп өткізуді жөн көрдім. Саламатсыз ба? Жанат Салмақова Текелі қаласындағы қарттар үйінде 20 жылдан бері жұмыс істейді. Бүгін жәрмеңке өтетінін естіп, қуана келдім дейді. Шарада өзіне қажетті 3-4 затты ұнатып, тегін алды. Қарттарды да ұмытпады. Ярмаркада енді өзім қарттар үйінде істеймін, соң өзім ұнаған кофталар алдым сол кісілерге. Жақсы, ярмарка рахмет әкімшілікке өтіп ұйымдастырғанына. Мен бір-екі өзімне ұнаған әйбет кофталар алдым. Дармарка экологиялық шаралардың қатарына жатады. Себебі ол тұрмысқа қажет жаңа заттың көп өңделмеуіне үлес қосу үшін ұйымдастырылады. Текеліде бұл шара алғаш рет қолға алынған. Әрине, жақсы заттар бар екен, алдық. Рахмет. Енді осындай көбейе берсін. Волонтерларға рахмет. Қандай жақсы заттар алдық. Алғаш рет келіп тұрмыз, мұндай заттарды көріп, балаларымызға керекті заттарды алып жатырмыз. Өзімізге симай қалған заттарды әкеп жатырмыз. Қайырымдылық қоры деген сол. Шара 19 тамыз бүкіл әлемдік гуманитарлық көмек күніне орай ұйымдастырылды. Ұйытқы болған Мамания қолөнершілер мектебі, Алтын адам жетісу шеберлер орталығы және облыстық Қызылай қоғамдық бірлестігі. Мамандар мұндай шараны алдағы уақытта да облыс, республика көлемінде ұйымдастырамыз дейді. Бүгін Текелі қаласында қайырымдылық шарасы ұйымдастырылып жатыр. Сонымен қатар мұнда маман мектебінің оқушыларының қолынан шыққан қол өнер бұйымдары сатылымға қойылды. Мұндай дармарканы кез келген жерде, кеңседе, мектепте, университетте өткізуге болады. Ең бастысы ысырапқа жол бермеу. Әрі тұрмысы төмен отбасыларға үлкен көмек. Шара алдағы уақытта жалғасын табады. Шара соңында Текелі қаласындағы Орталық Азия университетінің ұстаздары мектепке жол акциясын өткізді. Аясында қаладағы нөмірі 4-ші орта мектептің 5 оқушысына мектепке қажетті киім-кешек сатып алынды. Орталық Азия университетінің атынан және жыл сайынғы мектепке жол акциясы бойынша бір мектепте мысалы 5 бала киіндіріп отырмыз биыл. Іскерлік әйелдер қауымдастығымен бірлесіп, Орталық Азия университеті бір балаға 23.500 теңгеден беріп отыр. Және осы іскерлік әйелдер қауымдастығының атынан іскерлік әйел осы дүкеннің басшысы Татьяна Ким ханым, ол үстіне қалған соманы 11.000 теңгені қосып жалпы